Осы кезде Алтайдың ордасынан бір алып тұлға көк тәңірдің елшісі болып келген ақ сақалды абыз пайда болады. Ол елге қарап: "Бұл жердің киесі бұзылды. Адамдар табиғатты ұмытып, оның қадірін білмей кетті. Егер сендер қайтадан жерді аялауды үйренбесеңдер, бұл өңірдің шырағы сөнеді" депті. Содан соң ол қолын таяғын алып, үлкен қарағайды нұсқапты. Әлгі қарағай жайнап, күміс түстес нұр шашып, бүкіл таулы өлке қайта тіріліп кеткен. Адамдар ол ағашты қарағай ана деп атапты. Қарағайдың тамыры жердің тереңінен нәр алып, бүкіл Қатон өңірін қорғайтын киелі символға айналыпты. Осыдан бастап жұрт бұл өңірді Қатон қарағай, яғни қасиетті, киелі, қарағайлы мекен деп атай бастаған деседі. Біз қазір мына видеода көріп отырғандай Берел ауылына жақындап қалдық. Берел ауылында сіздер білетініңіздей музей бар. Бұл жерде алтын адам табылған болатын. Одан ары қарай біз Рахман қайнарына бет бұрдық.